Қарақалпақ қауынлары көп вақытлардан бері Орта Азиядан басқа жерлерге де кеңінен мәлім болған. Бұл қауынлар өздерінің ширинлігі, жұпар иісі, ұзақ жерлерге алып баруға һәм ұзақ уақыт сақлауға шыдамлығы менен яқынге белгілі болған. Қарақалпақ қауынларының қысқа сортлары бұрынғы ауқам халық қожалығы жетіскенліктері көргізбесінде бірнеше мәртебе жақсы бағаларды алады. Һәм 1959 жылы біздің қауынларымыз ширин дәмлігі бойынша СССР халық қожалығы жетіскенліктері конкурсында бірінші орынды иелейді һәм жоғары награда алтын медалын алуға мияссар болады. Қарақалпақстанда ең бірінші рет қауынлардың қодырен түрінен мәденийлестірілген қысқы сортлары жаратылғанлығы һәм жаз және күз пісер түрлері жетістірілгенлігі һәм 1977 жылы баспадан шыққан Қарақалпақстан қауынлары атласы сөзімізге ісбат бола алады. Бүгін сіздерге осы кітапта берілген мағлұматларды айтып өтеміз. Қауын егін сипатында Орта Азияда біздің эрамыздан алдын пайда болған. Эрамыздың 2-ші ғасырында Ферғана ойпатына келген қытайлылар батыс елінде Қытайда жоқ жақсы қауынлардың түрлері бар екенлігін айтқан. Марокко саяхатшысы Ибн Батут эрамыздың 4-ші ғасырында Хорезмде болып, бүткіл жер жүзінде Хорезм қауынына тең келетін қауын жоқ деп жазған. Біздің эрамыздың 4-ші ғасырында Амударияның төменгі жағынан Иран, Ирак мемлекеттеріне жаңа піскен қауынлардың көп мағдарда жөнелтіліп тұрылған. Ал Индия менен Қытай мемлекеттеріне кептірілген қауын қақ түрлері менен жіберілген. Қауын егушіліктің тикарғы мәканларының бірі Қарақалпақстан муаззисы болып есептелінеді. Бұл жерде Беруни, Төрткүл һәм Қожелі районы айрықша орын иелейді. Бұл районлар тикарынан қауынның кеш пісер, ұзақ районларға жіберуге шыдамлы һәм ұзақ уақыт сақланатын сортларын егіп өсірушілік үшін қанегелескен болған. Беруни районындағы Бибазар ауылы өздерінің жоғары зираатлы, сапалы, шерінен шекер, ұзаққа жіберуге һәм сақлауға шыдамлы дүние жүзіндегі ең жақсы қауынлары менен даңқы жайылған. Бұл ауыл қауынларын суғарылмайтын қайыр жерлерге егеді. Қайыр жерге егілген қауынлар жүді ірі болады. Мәселен, аққас қауыны 28 кг, хама бишек һәм қара гуллабы 30-36 кг шекем жетеді. Беруни районы егіслік майданының әр гектарына 300-ден 500 центнерге шекем қауын зүратын алып, бірінші орынды иелейтін болған. Қожелі районының қауынларының үлкенлігі әсіресе сақлауға шыдамлы қысқы сортларын егіп жетістіру менен өзгешеленген. Бұл районда егілетін қауынның 85% қолдан суғарылып өсіріледі. Сондықтан олар ширинлігі жағынан Беруни районынан кейін тұрады. Қожелі һәм Шуманай районларында аққас, Қожелі бешек, көк қызыл һәм қара гуллабы, қара қотыр, аллахамба, қара бешек сияқлы қысқы сортлары егіледі. Бұл районда ерте пісер сортлардан тәрнек һәм жамбашалар егілетін болған. Төрткүл районында Қарақалпақстан һәм Хорезм қауынларының ішіндегі ерте, орта һәм кеш пісетін барлық жергілікті сортларының хазинесі деп атауға болады. Сол дәуірде тек осы районда ғана қауынлардың ақ гуллабы, қара гүрбек һәм жаз пісер, қары қыз һәм тағы басқа көптеген ең жақсы түрлері егілген. Бұл кітапта жазылуынша Қарақалпақстанда барлығы болып қауынның 600-ге жақын формалары бар екенлігі анықталған. Тұңғыш селекциялық материалдардың бақалы хазинесіне ие болған қауынлардың сондай-ақ көп санлы әр қилы сортларды топлаған біздің өлкеміздей дүние жүзінде басқа жер жоқ. Қарақалпақстанда қауынлардың мәдени түрлерінен басқа жабайы түрлері де өседі. Олар екі түрге бөлінеді: гуллабы һәм бишек қауынларына бөлінеді. Жабайы қауынлардың вегетация дәуірі 68 күннен 36 күнге шекем болады. Қысқы сортларының түйнектері келесі жылдың июнь айына шекем сақлануы мүмкін. Қауынның бұл екі түрінің ірілігі 25 граммнан 1,5 килограммға шекем болады. Бұл мағлұматлардың бәрін жоғарыда айтып өткеніміздей Қарақалпақ қауынлары атласы кітабынан алынған болып, бұл кітапта Қарақалпақстанда жетістірілетін 42 түрдегі қауын түрі жазылған. Келіңдер сіздерге осы қауынлардың бірнеше түрлерін айтып өтемін. Һәм сіз өзіңіз жақсы көретін қауын түрін комментарияға жазып кетің. Қожелі бишек. Бұл сорт Қожелі районы қауынларының популяциясынан алынған болып, 1966 жылы Қарақалпақстан диқаншылығы ғылыми іздеу институтында селекцияланады.
Қарақалпақстан һәм Хорезм облысына кең таралған. Көжелі районында бұл қауынға тән ең жақсы түрлері ұшырасады. Түйнегі ұзынлау, мәйек формасына ие. Ұзынлығы 35-40 см, салмағы 6-8 кг шекен болады. Басқа жерлерге жіберуге шыдамлы. Торлары ірі, реңі қоңыр сары реңде. Қабыршағының қалыңлығы 5-6 см. Шірелі, мазалы, құрамындағы қант муғдары 13% құрайды. Бір түйнегінде 60 грамм тұқым шығады. Вегетация дәуірі 124 күн. Гектарына 430 центнерге шекен сүрат алу мүмкін. Шай қауын. Бұл қауынның сорты Бюруни районының қауынларынан сайланып алынып, 1964 жылы Қарақалпақстан Диханшылық зерттеу институты тарапынан селекцияланады. Қарақалпақстан һәм Хорезм облыстарында, Гүллән районларында кеңінен таралған. Жергілікті күзгі қысқы сортларында кіреді. Бұл қауынның ірілігі орташа, ұзынлығы 25-30 см. Салмағы 4,5 кг. Формасы мәйек тәрізді болады. Сыртқы қабығы тегіс, ашық қызыл, сарғыш реңде болады. Бір түйнегінде 50 грамға шекем түйнегі шығады. Орта пісер сорт. Вегетация дәуірі 110-115 күн аралығы. Гектарына 450 центнер сүрат береді. Қауынның бұл түрі қақылау, басқа жерлерге жіберу үшін һәм күзгі қысқы дәуірде таза түрінде жеу үшін жүдә жақсы сортлардан. Январ айына шекем сақланады. 6-8% жоғары сапалы қақ өнімін береді. Бұл қауынды 2 мүддетте егу ұсыныс етіледі. Бірінші рет жазда, күзде таза түрінде жеу үшін һәм қайта өнім істеу үшін апрельдің басында. Екінші рет қыста сақлау һәм басқа жерлерге жіберу үшін майдың ақырында, июньнің басында егіледі. Жиде жапырақ. Қарақалпақстан һәм Хорезм уәлаятының дерлік барлық районында егіледі. Орта пісер сорт. Вегетация дәуірі 95-105 күн аралығы. Сүратлығы төмен. Гектарына 200-240 центнер өнім береді. Басқа жерлерге жіберуге һәм сақлауға шыдамсыз. Жергілікті орында таза піскен түрінде жеуге ұсыныс етіледі. Бұл қауынның салмағы орташа 2-3 кг атырапында болады. Бекзады. Қауынның бұл сорты популяция ямаса басқа қауын сортларының араласпасы түрінде Қарақалпақстанның дерлік барлық районында егіледі. Вегетация дәуірі 80-90 күн атырапында пісетұғын орта пісер сорт. Гектарына 230-250 центнер сүрат береді. Басқа жерлерге жіберу һәм сақлау үшін жарамсыз. Бұл қауынның формасы цилиндр тәрізді, ұзынлығы 30-35 см. Салмағы орташа 3-4 кг болады. Қарақыз қауынның жаз күз пісер сортына кіреді. Қарақалпақстанның түслік районында һәм Хорезм уәлаятында кеңінен таралған. Ол 1963 жылы Қарақалпақстан Диханшылық илми зерттеу институтында селекцияланады. Бұл қауынның ірілігі орташа, ұзынлығы 25-30 см, салмағы орташа 4-6 кг болады. Орта пісер сорт. Вегетациялық дәуірі 100-110 күн. Гектарына 250-300 центнер сүрат береді. Сақлауға болмайды. Іші бұзылысып, суласа бастайды. Жергілікті орында жеу һәм онша ұзақ емес аралықтарға жіберуге ұсыныс етіледі. Аққас бишек. Қарақалпақстан һәм Хорезм уәлаятында таралған. Вегетация дәуірі 90-100 күнге тең. Аққас бишек. Қарақалпақстан һәм Хорезм уәлаятында таралған. Вегетация дәуірі 90-100 күн. Түйнегі ірілігі 3-8 кг. Сыртқы нағыслары, торлары сақлауға һәм басқа жерлерге жіберуге жарамлылығы жағынан бір-бірі менен өзара ажыралатуған бірнеше формаларға ие. Карғы тұқым материаллары 1956 жылы Шымбай районында аққас қауынның жергілікті қысқы популяциясынан сайланып алынған. Қарақалпақстанның Диханшылық илми зерттеу институтында селекцияланған. Орташа салмағы 3 кг. Формасы мәйек тәрізді болады. Орта пісер сортқа кіреді. Вегетация дәуірі 100-110 күнге жетеді. Гектарына 356 центнер сүрат береді. Вегетация дәуірі 100-110 күн аралықты құрайды. Гектарына 386 центнер сүрат береді. Қақылау һәм повидло. Пал ісілеу үшін, таза піскен түрінде жеу үшін жарамлы. Басқа жерлерге жіберу һәм қыста январ айына шекем сақлау үшін шыдамлы. Ең жақсы стандарт десертлер сортларының бірі есептелінеді. Бұл қауынның 2 мүддетте, ерте пісер сортлары апрель айында һәм кеш пісер сортлары 1 июньнан 10 июньға шекемге аралықта егу ұсыныс етіледі. Секерпара. Бұрыннан егіліп жатырған Қарақалпақ сорты. Қауынның бұл сорты барлық жерлерде, атап айтқанда республиканың арқа районларында көп таралған.
Бұл қауын эллипс, цилиндр формасында, ұзынлығы 60 см шекем, салмағы 4-10 кг, торы жоқ, күшлі тілінбеген, сырты кідір-бідір, улума реңі ашық, сарық көк. Вегетация дәуірі 90-нан 110 күнге шекем давам етеді. Гектарына 320-360 центнер зираат береді. Жергілікті халық құсы қауынның сарғайып піскенінен ақсаулақ тістейді. Хиуа бишек. Қауынның бұл сорты Қарақалпақстанда һәм Хорезм уәлаятында кеңінен таралған. Бұл сорт 1966 жылы Қарақалпақстан диқаншылығы ilmiy-izzetlov институтында селекцияланады. Текарға тұқым материалы популяция түрінде 1959 жылы Беруни районында алынады. Бұл қауынның сопақлау мәйек формасында ие. Үш тарапы домалықлау, ірі, ұзынлығы 30-34 см, салмағы 6-8 кг атырапында. Қабығы тығыз, қалың, сәл қабырғалы, тегіс. 30-40 күнге дейін сақланады. Вегетация дәуірі 90-110 күн аралығын құрайды. Жоғары зираатлы, гектарына 420 центнер өнім береді. Таза піскен түрінде желінеді. Қақылау үшін қолайлы, 7-1% қақ береді. Бұл сорт 1966 жылы Қарақалпақстан диқаншылығы ilmiy-izzetlov институтында селекцияланады. Текарғы тұқым материалы 1966 жылы Беруни қауынларының популяциясынан сайлап алынады. Бұл қауынның ірілігі орташа, ұзынлығы 30-35 см. Салмағы 3-4 кг атырапында. Формасы эллипс тәрізді. Сыртқы көрінісі көгіс сары. Қабығының қалыңлығы 4-6 см шекем. Тығыз, ғашырлақ. Құрамындағы қант мөлшері 13% құрайды. Орта пісер сорт. Вегетация дәуірі 90-100 күн аралығын құрайды. Гектарына 260 центнер зираат береді. Ұзақ жерге жіберуге жарамсыз. Бір затқа сәл тиіп кетсе, жарылады. Таза піскен кезінде жеу ұсыныс етіледі. Тәрнек. Республиканың барлық районларында кеңінен таралған. Тәрнек мәйек һәм эллипс формада болып, диаметрі 15 см-ден 25 см-ге шекем болады. Салмағы 800 граммнан 3 кг шекем болады. Қабығы жұқа, 2,5 см-ден 3 см-ге шекем. Көк түйнегінің дәмі қиярдың дәміне ұқсап кетеді. Боз қауын. Қабығының сыртқы көрінісі бойынша жамбылшаға ұқсас. Ірілігі, нағысы, вегетация дәуірі, мазасы һәм қант мөлшері бойынша бір-бірінен farqlanады. Жамбылшадан кейін піседі. Вегетация дәуірі 80-100 күнді құрайды. Ұзынлығы 20-32 см. Салмағы 3 кг-нан 5 кг шекем болады. Гектарына 200-240 центнерден зираат береді. Ақ күрбек. Бұл қауын Хорезмде һәм Қарақалпақстанда бұрыннан егіліп қатырылған жергілікті сорт. Ол 1965 жылда Қарақалпақстан диқаншылық ilmiy-izzetlov институты тарапынан сайлап алынып, шаңландыру жолымен жетістіріледі. Ақ күрбектің вегетация дәуірі 90-100 күнді құрайды. Гектарына 240-270 центнер зираат береді. Ұзақ жерлерге транспортпен жіберуге шыдамлы орташа сорт. 10-15 күнге шекем сақланады. Піскен таза түрінде ғана жеуге пайдаланылады. Қақлауға жарамлы, 7-8% жоғары сапалы қақ шығады. Қара күрбек. Бұл күрбек түрі де Қарақалпақстан һәм Хорезм уәлаяты бойынша кең таралған. Вегетация дәуірі 85-110 күн ішінде піседі. Қауынлардың формасы әрқилы болып, шар һәм эллипс, һәм сәл сопақлау тәрізде болады. Диаметрі 23-25 см. Салмағы орташа 4-8 кг атырапында болады. Сыртқы қабығы тегіс, торлары бір-бірімен сүйрек тұтасқан. Ұзақ жерлерге жіберуге жарамлылығы орташа. 10-12 күнге шекем шыдайды. Таза піскен түрінде пайдалану ұсыныс етіледі. Қарбыз қауын. Бұл қауынның сыртқы көрінісі бойынша қарбызға ұқсайды. Оның бірнеше түрлері бар болып, қарбыз қауын 1963 жылы Қарақалпақстан диқаншылық ilmiy-izzetlov институты тарапынан селекцияланады. Мазасының сапасы бойынша ала күрбекке тең. Қарбыз қауынның ірілігі орташа, диаметрі 24-26 см. Салмағы 4-6 кг атырапында болады. Формасы шар тәрізді, орта пісер сорт. Вегетация дәуірі 100-105 күнді құрайды. Жоғары зираатлы, гектарына 300-332 центнер өнім береді. Бір түбінде орташа 2 түйнек болады. Басқа жерлерге жіберу үшін шыдамлығы орташа. Пәлек солу кеселігіне шыдамлы. 10-15 күнге шекем сақлану мүмкін. Мен сіздерге Қарақалпақ қауынлары атласы кітабында берілген мағлұматлардың бір бөлімін айтып өттім. Егер бұл кітаптың толығын оқуын қалесеңіз, біздердің Telegram каналымызға өтіп алсаңыз болады. Бұл кітапта біз айтып үлгермеген мағлұматлар жүзі көп болып, қауынлардың қалай жетістірілуі, олардың пайдалы қасиетлері һәм сақлау ұсулары, һәм одан да басқа қызықты мағлұматлар берілген. Егер біз даярлап атырған видеолар ұнап атырса, біздерге подписация етіп лайк басуды ұмытпаңыз.